Сәлем достар, сіздермен Бастайық каналы және бүгінгі видеода ұшатын жыландар туралы айтатын боламыз. Еңбектеуге туылған ұша алмайды. Максим Горкийдің бұл афоризмі бәрімізге белгілі. Шын мәнінде солай, бірақ табиғаттың бұл туралы өз пікірі бар. Оның жарқын дәлелі ұшқыш тиіндер, ұшатын аусылдар және ұшатын жыландар. Соңғыларынан өте жақсы ұшқыштар шығады. Әрине, олар бұл сөздің тіке мағынасында құстар сияқты ұшпайды. Олардың ұшуын әуедегі жасанды жоспарлау деп атауға болады. Бірақ қалай? Жыландар 25 метрден астам қашықтықты қалай ұшып өтеді? Кейде ауамен төмен булап қана қоймай, сонымен қатар жоғары көтеріле алады. Чикаго университетінің ғалымы Джейк Соча осындай ерекше ұшуға қызығушылық білдірді. Ол 8 жыл бойы осы жыландарды бақылап зерттеді. Оның зерттеу жобасы Flying Snakes деп аталды. Осы уақыт ішінде ғалым көптеген елдерді аралап, олардың әрқайсында табиғатта да, хайуанаттар бағында да ұшатын жыландардың әрекеттерін зерттеді. Жақсырақ түсіну үшін ол осы жыландардың ұшуларын үлкен көк фонда бейне түсірілімдер сериясын өткізді. Бұл жыландар секіруді ұзарту үшін аэродинамика заңдарын пайдаланады. Ұшуға барар алдында жылан денесін латын әрпі G түрінде ұстайды. Содан кейін ол серіппе сияқты күрт түзетіп секіреді. Ұшу кезінде жылан бірнеше секунд ішінде денесін өзгертеді. Ол қабырғаларының бұлшық еттерінің есебінен дененің орташа бөлігін үрлейді және тегістейді. Осының арқасында дененің ауа ағынымен жанасу алаңы артады. Жылан төмендеп бастағанда ауада S тәрізді қозғалыстар жасайды. Басын көлденең бағытта жылжытады. Бұл дененің көлденең параллель ұстап тұруға көмектеседі. Жұмақ жыландары ауада ұзырақ ұшу үшін қарсы ауа ағындарына 25-30 градус бұрышпен денесін еңкейте алады. Бұл үшін олар ең үздік ұшқыштар атағына ие. Ұшатын жыландардың барлығы 5 түрін қамтиды. Ең кішкентай сорттар 65 сантиметрден аспайды, ал ең үлкені 1,2 метрге жетеді. Олардың барлығы үлкен көзімен, массивті басымен ерекшеленеді. Жыланның негізгі түсі жасыл. Бүйірінде, арқасы мен басында қара, қызғылт сары немесе сары жолақтардан тұратын өрнектер орналасқан. Бұл оларға ағаштардың жапырақтарында оңай жасыруға мүмкіндік береді. Қытай, Үндістан, Индокытай, сондай-ақ Филиппин және Зонт аралдарында таралған. Олар жаңбырлы тропикалық ормандарда өмір сүреді. Аң аулауға күндізгі уақытта шығады. Көбінесе олардың негізгі ас мәзірі ағаш аусылдары, бақалар, құстар немесе ұсақ сүтқоректілер. Олар өз олжасын удың көмегімен парализдейді. Бірақ адам үшін ол қауіп төндірмейді. Сондықтан бұл жыландар адамдар үшін қауіпсіз деп жіктеледі. Ал сіз осы ұшатын жыландар туралы білдіңіз бе? Комментке өз пікіріңізбен бөлісуді ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет. Келесіде көріскенше күндеріңіз сәтті өтсін.